Жылдам ақпараттарда хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Еліміздің мектептері 1 қыркүйектен бастап жаңа тамақтану стандарттарына көшеді. Денсаулық сақтау министрлігі премьер-министрдің тапсырмасы бойынша оқу ардагерлер министрлігі мен Қазақ тамақтану академиясы ЮНИСЕФ пен бірлесіп 2025 жылы 1 қыркүйектен бастап күшіне енетін мектептегі тамақтанудың жаңа стандарттары мен көп нұсқалы үлгілік мәзірді әзірлеп бекітті. Мәзір балалардың физиологиялық қажеттіліктері және калориясын ескере отырып жасалған. Онда жас санаттары, маусымдық, сондай-ақ блок жоқ мектептерде балалардың тамақтану ескерілген. Стандарт сондай-ақ шағын жинақталған мектептерде буфеттерде тамақтану ұйымдастыруға және қант диабеті, тамақ аллергиясы, селекция ауруы, лактоза жетіспеушілігі және басқа да аурулар сияқты ерекше диетикалық қажеттіліктері бар балаларды тамақтандыруға қойылатын талаптарды қамтиды. Санитарлық эпидемиолог бақылау комитеті төрағасының орынбасары Роза Қожапова бүгін Маңғыстау облысында өткен кеңесте сөйлеген сөзінде құжат мектепке дейінгі орта, техникалық және кәсіптік, сондай-ақ білім беру, сауықтыру ұйымдарында тамақтану ұйымдастырудың бірыңғай тәсілдерін қалыптастыруға бағытталған. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғасыңыз.